Сәлем достар, қалайсыздар? Менімен бірге бүгін осындай французский круассан дайындайтын боламыз. Ең алдымен бізге жылы сүт, жылы суымыз қажет болады. Үстіне қантымыз бен тұзымызды саламыз. Және де дрожжымызды қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Жақсылап араластырып болған соң, бетін жауып, 5 минутқа қоя тұрасыздар. Үстіне жұмыртқамыз бен сұйық майымызды құйып, араластырып, бір келкі қылып, қамыр елейтін боламыз. Қамырымызды өте жұмсақ қылып қоймаңыздар. Бір келкі қылып қана, өте қатты емес, өте жұмсақ емес қылып елесеңіздер болады. Бетін жауып, жарты сағатқа қойып қойған соң, қамырыңыз көтерілген соң, осы видеода көрсетілгенде бөлшектерге бөлетін боласыз. Менде бір 7-8 бөлшек шықты. Жақсылап барлығын домалақ қылып осылай жайып қойып аласыздар. Комнатада температурасындағы сары майымызды әр қайсына осылай жайылған домалақ қамырымыздың ортасына комнаталық температурада тұрған сары майымызды осылай видеода көрсетілгендей қылып жағып шығасыздар. Бәрін арасына осылай жағып, шеттерін қатты майын шығармайсыздар. Өйткені жайған кезінде қазір бізге оқтауға жағылып қалатын болады. Сондықтан осылай шетіне аса шығармай жағатын боласыздар. Үстім қолыңызбен басып, және оқтаудың көмегімен жайып шығатын боласыздар. Жайып шыққан қамырды осылай жаймамызды бөлеміз. Менен бір 16-17 штуктай шықты. Каждый бөлгендерімізді бір келкі міне видеода көрсетілгендей бөлсеңіздер тура болып шығады. Және де ортасына мен салмасына сгущенка қолдандым. Және молочный шоколад қолдандым ортасына. Сіздерде өз еркілеріңізде арасына кейбіреуін арасына мүлдем салмай қойсаңыздар да болады. Егер де сіздерге тәтті круассан ұнайтын болса, ескертіп айта кетейін, ішіне мысалы қантты салған кезінде 3 қасық үлкен қасықпен деп қазір астында көрсетілген. Бірақ егер де тәтті қажет болатын болса, сіздер көбірек те қоссаңыздар болады. Мысалы 4 қасықты қоссаңыздар болады. Жайған круассандарымыздың бас жақтарын осылай кесіп аламыз. Қазір ортасына салмамызды салған кезінде видеода көрсетілгенде қарасаңыздар болады. Мен варенкамның түрін көрсетіп кеттім, қандай варенка қолданатынымды. Ол варенканы сіздер пирогқа қолдансаңыздар болады. Осы сгущенканың ішіне болмаса, жәнегінде өздерін жасайтын бәліштердің ішіне қоссаңыздар болады. Осы варенканы мен өзім қолданамын. Круассандарыңызды жасап болған соң, жылы жерге бетін жауып қойып қойсаңыздар болады. Бір 15-20 минутқа кішкене көтерілгенге қойсаңыздар болады. Круассандарымызды осылай пергамент қағазына қойып шығамыз, және араларын ашып қойсаңыздар болады. Өйткені қызған пешке кірген кезінде круассандарымыз көтеріліп, бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Сол себептен араларын ашып қойсаңыздар. Жұмыртқаның сарысы мен сүт екеуін қосып, араластырып, круассандарымыздың бетіне жағып шығатын боламыз. Үстін макпен араластырсаңыздар болады, болмаса күнжутпен араластырсаңыздар да болады. Мүлдем ештеңе сеппей қойсаңыздар да болады. Ол өз еркілеріңізде. Міне біздің французский круассандарымыз дайын. Түрлерін қараңыздаршы, өте әдемі, прям сап-сары болып, әдемі болып шыққан. Осы рецептпен жасап көріңіздер, бірден жасағанда шығады. Ас болсын.